Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бір күн адам ағзасына брокколидің пайдасы туралы айтамыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Брокколи қырыққабат патшайымы болып саналады. Адамға ең қажетті дәрумендер, минералдар мен басқа заттардың бай құрамы ежелгі Римде де белгілі болған. Сол уақыттан бүгінге дейін брокколидің пайдасы мен зияны туралы көп айтылды. Ал бұл гүлді қырыққабаттың неліктен пайдалы және қандай жағдайда ағзаға зияны бар? Пайдалы қасиеттер бойынша брокколи басқа жемістер мен көкөністерден жоғары. Оның құрамында лимон мен апельсинге қарағанда С витамині көп. Спаржа сияқты басқа У дәруменінің арқасында бұл қырыққабат ойық жараларды емдеуде сәтті қолданылады. Брокколи құрамында калий көп. Ол денеден артық тұздарды кетіреді, шаш пен тырнақты нығайтады. Сонымен қатар олардың өсу процесін тұрақтандырады. Бұл көкөніс жүректің жұмысын қалыпқа келтіреді және атеросклероз, инфаркт, инсульт және артрит сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының дамуы мен көрінісін болдырмайды. Брокколи сонымен қатар тіндер мен жасушаларды қорғайды, қан түзу процестерін жақсартады. Ауыр металдар мен улы заттарды денеден шығарады. Брокколи етке тамаша балама болып табылады және оны көбінесе тауық жұмыртқасының ағызуымен салыстырады. Сонымен қатар тауық жұмыртқасы мен басқа да жануарлардан алынатын өнімдерден айырмашылығы бұл қырыққабатта холестерин жоқ. Керісінше құрамында метионин мен холин сияқты заттар бар. Олар денеден зиянды холестеринді шығарады. Брокколи басқа көкөністерге қарағанда мұнда көп мөлшерде болатын бета-каротинге ие. Бұл элементтің арқасында қартаю процесін бәсеңдетуге болады. Брокколидің құрамын амин қышқылдар саны бойынша қырыққабат тек сиыр етінен жоғары. Бұл амин қышқылдардың кейбірі бақыт гормоны деп аталатын эндорфин гормонын шығарады. Сондай-ақ брокколиді үнемі қолдану қанның күйі мен құрамын жақсартады. Брокколиді қолдану ауыр ауруға шалдыққандарға ұсынылады. Себебі бұл өнімнің адам ағзасындағы жасушалар мен тіндердің жаңаруын тездетеді. Олардан басқа қант диабетімен ауыратындар брокколидің пайдалы қасиеттеріне де назар аудару керек. Бұл инсулинді қалыпты деңгейге дейін арттырады. Қант мөлшерінің қалыпты болуына байланысты тамырларды нығайтады және зақымданудан қорғайды. Кейбір көз ауруларын брокколи арқылы емдеуге болады. Бұл қырыққабаттың құрамындағы каротининдердің көздің линзасы мен сетчаткасын нығайтады және катаракта дамуын қаупін азайтады. Брокколи қырыққабатының ең құнды қасиеттерінің бірі оның өлі жасушаларды, бос радикалдарды, токсиндер және ауыр металдар иондарын денеден шығару қабілеті. Бұл өнімдердің радиация әсерімен ауыр науқастарға, қоршаған орта ластанған және радиация деңгейі жоғары аймақтарда тұратын адамдарға пайдалы емдік агент етеді. Брокколиді қырыққабатын біздің денсаулығымызға зиянды емес, бірақ кейбір түрлерінде оны пайдаланбаған дұрыс. Брокколи сорпасы құрттан құтылуға көмектескенімен, оның құрамында адам ағзасына зиянды аденин мен гуанин бар. Бұл брокколидің пісіру кезінде көкөніс сорпаларына қосылмауының негізгі себебі. Тек соңында сорпа дайындалғаннан кейін ғана пайдаланылады. Қуырылған брокколи, майлы майға қуырылған қырыққабат көптеген пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Оның орнына канцерогендер түзіледі. Шикі брокколи. Бұл қырыққабатты жеуді ең жақсы нұсқасы, бірақ асқазанның қышқылдығы жоғары және ұйқы безінің проблемалары бар адамдарға ұсынылмайды. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.